Ақтөбеде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңарту жұмыстары басталды. Пайдалануға берілгеніне 20 жылдан асқан ескірген үйлердің дені толығымен күрделі жөндеуден өтетін болды. Тургенев көшесіндегі 5-ші үйдің тұтастай жаңартылуына мемлекеттен 31 миллион теңге қаржы бөлінген. Оның 60% бюджеттен дотация есебінен, ал қалған 40% тұрғындар 10 жыл ішінде қайтаруы тиіс. Ол шамамен пәтердің шаршы метр көлеміне байланысты ай сайын 1-2,5 мың теңге аралығындағы төлемді құрайды. Бағдарламаға сәйкес үйдің шатыры, жертөлесі, кіреберістері мен барлық жылу желілері түгелдей жаңартылады. Жылу сақтау үшін үйдің сырты да қапталады және жылуды үнемдеу үшін автоматты жүйе іске қосылады. Бұл жұмыстарға Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 120 миллион теңге бөліп отыр. Жалпы қаладағы ескі 45 үйге де тұрғындардың талабына сай жөндеу жүргізіледі. Оларға да мемлекеттен несие беріледі. Ақтөбе қаласында биыл 8 үй жоспарланып отыр. Жоспарланды жұмыстар жүргізуге, күрделі жұмыстар жүргізуге. 8 үйдің бүгінгі таңда 6 үйіне уже жұмыстар басталып кетті. 100% барлығы ауыстырылады. Жертөледегі инженерлік жүйелер